Сәлеметсіздер ме? Бүгін вак балиш деп аталатын мини пирогтар дайындаймыз. Айранға сода қосып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң тұз, сары май қосамыз. Тағы да араластырамыз. Ұн саламыз. Қамырды илейміз. Қамырдың бетін жауып 30 минут демалдырамыз. Салмасына сиыр етінен жасалған фарш немесе майдалап туралған ет қолданылады. Фаршқа картоп, пияз қосамыз. Қалауымызша тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Салмасы дайын. Қамырымызды 15 бөлікке бөліп, әр қайсысын дөңгелек етіп жаямыз. Ортасына салмамызды салып, видеодағыдай шетін қайырып, түйіп шығамыз. Пергамент төселген табаға қойып, жұмыртқа жағып шығамыз. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Содан соң әр бәлішке 1 ас қасық көлемінде су құйып, сары май салып, қайтадан 15 минутқа пешке саламыз. Бәліштеріміз дайын. Ас болсын, сіздермен болған Гүлжанат. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.